Судья лауазымына тағайындалу жолындағы алғашқы қадам Қазақстан Республикасы жоғары сот кеңесінде біліктілік емтиханын тапсыру болып табылады. Дмитрий Михайлович Малахов басшылығымен жоғары сот кеңесі қызметінде жүргізілген ауқымды реформалардың нәтижесінде өткен жылдан бастап біліктілік емтиханын өткізу мерзімдері едәуір оңтайландырылды. Бұрын біліктілік емтиханы 90-на 1 рет өткізілсе, қазіргі таңда ай сайын өткізіледі. Судья лауазымына арналған біліктілік емтиханын тапсыру тәртібі мен рәсімдері Қазақстан Республикасының жоғары сот кеңесі туралы заңымен, сондай-ақ кеңестің регламентімен айқындалған. Бүгін біз біліктілік емтиханның алғашқы кезеңі Қазақстан Республикасы заңнамасын білуіне арналған компьютерлік тестілеуден өтудің ерекшеліктеріне тоқталамыз. Компьютерлік тестілеу Астана қаласында Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясында офлайн форматта өткізіледі. Компьютерлік тестілеуге 90 минут уақыт беріледі. Белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін тестілеу автоматты түрде тоқтатылады. Тест 9 құқық саласы бойынша 100 сұрақтан тұрады. Оның ішінде 7 құқық саласы міндетті, ал 2 құқық саласын кандидат өзі таңдайды. Міндетті құқық салалары олар: конституциялық құқық, әкімшілік деліктік құқық және процесс, әкімшілік рәсімдік процестік құқық, азаматтық құқық, азаматтық процесс құқығы, қылмыстық құқық, қылмыстық процестік құқығы. Кандидаттың таңдауы бойынша қосымша құқық салалары: салық салу, жер қойнауын пайдалану, зияткерлік меншік құқығы, корпоративтік құқық, отбасы құқығы, еңбек құқығы. Тестілеуден оң нәтиже алу үшін кемінде 75 балл жинау қажет. Тестілеу нәтижесі тапсырылған күннен бастап 1 жыл бойы жарамды. Тестілеуден оң нәтиже алған кандидаттар біліктілік емтиханның келесі кезеңдеріне жіберіледі. Кандидат тестілеудің нәтижесіне оны алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде апелляциялық комиссияға шағымдануға құқылы. Сонымен қатар, жоғары сот кеңесінің сайтында емтиханның бірінші кезеңіне дайындалу үшін сынақ тест сұрақтары әзірленген сынақ компьютерлік тестілеу бөлімі бар. Компьютерлік тестілеуге дайындық кезінде үміткерлер тек тиісті заңнаманы басшылыққа алу керек екенін атап өту қажет.